Барлығыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жансая. Бүгін өте оңай жасалатын жұмсақ глютенсіз печенье дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жұмыртқамыз бен қант алмастырғышты салып, көтеріліп ақ көпіршік болғанша миксерлейміз. Алдын ала дайындап алған суымыз бен сары майымызды біріктіріп араластырамыз. Жұмыртқамыздың үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Күріш ұнына тұз және жүгері ұнын салып араластырамыз. Массамызға құрғақ ингредиентті екіге бөліп салып, жақсылап біркелкі болғанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Бір шай қасық содамызға 10 грамм алма уксусын құямыз. Көпіршіп реакцияға түскеннен кейін қамырымызға саламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін қамырымыз бір үлкейгендей объем береді. Енді кондитер қапшығымызға дайын болған массамызды салып, өздеріңіз қалағандай формада печенье жасасаңыздар болады. «180 градуста қызып тұрған пешімізге 20 минут салып аламыз. Мен печеньенің көлемін кішкентай қылдым. Осындай көлемде менде 30 печенье шықты.